Саламатсыздар, құрметті ханымдар мен мырзалар. Мен өзім толық таныстырып өтейін. Менің аты жөнім Мұхиддинов Асан Сыраждинұлы. Мектепті 1977 жылы бітіріп, содан бұрын Казгу дейтін, қазір Қазақ ұлттық университеті Әл-Фараби атындағы биология факультетін бітірдім. Сол бітіргелі бері осы ғылым, білім жолындамын. Өзім биологпын, профессор, Ресей экология и природопользования академиясының академигімін. Осы ғылыммен айналысып жүргеніме уже 40 жыл болды. Бұл ең негізінде университет бітірген кейін жас кезімнен бастап түсіндіріп айтайын. Ең бірінші жұмыс лаборанттық, ең төменгі жұмыстан бастадым. Одан кейін 3 айдан кейін бар педагогический институттың оқытушы болдым. Содан аспирантура, содан докторантураны бітірдік. Содан ғылыми зерттеу институтарында ғылыми қызметкер болып жұмыс істедім, бөлім бастығы болып жұмыс істедім. Институт плодоводственного аграрствода зам генеральный директор болып істедім по науке. Содан соң Қазақ инженерлік технология университетінің оқу жөніндегі проректор болып қызмет істедім. Содан бір күні ойлана бастадым. Мен осы не үшін оқып білім алдым? Осы білім не үшін қажет? Бұны еңбегімді жарыққа шығарып, халыққа пайдам тигізейін деп шешіп, содан өзім жеке кабинет ашып, осы дәрі-дәрмектер емес, қалай айтсам болады, биологиялық белсенді активный добавка дейді ғой. Осындай бальзамдармен айналыса бастадым. Содан достарыма, туысқандарыма беріп, нәтижесін көре бастадық. Содан нәтижесі өте жақсы болғаннан кейін, былтыр 2021 жылы бұны дәріхан арқылы, аптекалар арқылы сатайын деп ойладым. Сөйтіп олардың келісіп жүрген кезде Ардақ ханыммен бір жігіт таныстырды. Ардақ ханым осындай сетевой маркетингмен айналысады екен. Ол кісіге түсіндірдім, осындай аптекада арқылы сатсам қалай болады деп. Сөйтіп ол кісі айтты, оны сіз көп тарата алмайсыз деп өзінің маркетинг пландарын айтты. Соның Ардақ ханымның айтқанын мен дұрыс көріп, сол шешім қабылдап екеуміз. Соның Ардақ ханым өзінің компаниясы арқылы халыққа тарата бастады. Нәтижесі өте керемет. Енді бұл еңбегімнің осылай халыққа пайда көрсетіп жатқанына өте қуаныштымын. Енді мына неге келетін болсақ, мысалға иммунды нығайтқыш бальзам. Бұның кереметтігі сонша, бұл иммунитеттің клеткаларына өте зор күш беріп, адамның денсаулығын өте жақсы дәрежеге көтереді. Одан кейін вирусқа қарсы бальзам. Мұнда да қанша құрамында дәрілік шөптер бар, өте тамаша, нәтижесі өте күшті. Мұнда инфекцияның көптеген түрлерін бұл кәдімгідей жояды.
мынау ауру қоздыратын инфекцияларды тоқтатады, адамға күш береді. Мұнда да қан айналу системасын жақсартады. Сосын мынау тыныс алу жүйесіне арналған бальзам. Бұл бальзамның бір не жері, адамда ангина болады, мысалы әртүрлі вирус, содан кейін танзилит дейді, ларингит дейді, сосын өкпеге суық тиген аурулар, осының бәрін иммунитет жақсы көтергеннен кейін осының бәрін бұл емдейді. Сол негізінде профилактика ретінде. Қанша адам осының емдік қасиетін көріп, қанша алғыстар айтып жатыр. Содан кейін жүрек қан тамырларына арналған бальзам. Бұл негізінде ең бірінші қызметі бұл организмде мына қан тамырларындағы тромбыларды азайтады. Содан кейін қан тамырында жүгіріп жүрген әртүрлі паразит бактерияларды солар жояды. Соның мына адамның қан айналу процесі күшейіп, иммунитеті көтеріледі. Соның адам мына орысша айтқанда давление дейді ғой, қан қысымын реттейді, жүрек соғысын қалпына келтіреді. Осындай күшті керемет қасиеттері бар. Сосын ерлерге арналған бальзам. Бұның да құрамында өте керемет дәрілік шөптер бар. Мұның бәрін атай берсек, бұл ұзақ түсіндіру болып кетеді. Мұнда негізінде мынау простатит дейді, сосын әртүрлі еркектердің аурулары болады ғой, соның бәрін емдейді.